Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін қаймақтан десерт дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Бізге керекті тағамдар банан, ананас, қант және қаймақ. Ең алдымен бананды дөңгелетіп етіп турап аламыз да, үстіне қаймақ пен қантты салып, блендермен еземіз. Немесе миксермен араластыруға болады. Массамыз дайын. Ананасымызды ұсақтап турап, ыдысымызға саламыз және үстіне осы массамызды құямыз. Ананастың орнына басқа да жеміс-жидектерді пайдалануға болады. Өте дәмді болып шықты. Осы десертті менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.